Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Таңғы сағат 6:30. Малды кролинге тоқтуға алып кетіп бара жатырмын. Байқаласа қазір сияқтан тоқтып сіздерге де бір арнайы репортаж жасап жіберемін. Әзірге жолдамыз, кетіп бара жатырмыз. Ауылдан шығып бара жатырмыз желап. Тоқтатын жегеде жақындап қалдық. Алдымызда тұрған қойшы ауыл. Сол қойшы ауылға барамыз. Сол жерде тоқтамыз, құдай қаласа қазір. Кеше жаңбыр жауып, түнде шаң басылып бір дұрыс болып қалды. Малдарды рағаттарым жайылып кетіп бара жатыр қазір. Міне ағайын, қойларды жақсылап кролинге түсіріп алдық. Бұл негізі кролиннің өте пайдасы көп негізі. Жаңағыдай қойды тентек болудан, үстіндегі кит, бит, кене, қотыр сондайлар болатын болса, барлығын құртады. Сосын мал қышынуын қояды. Міне. Кролиннің пайдасы. Қойлар рақаттанып қалды, шомылып. Енді бұлар қазір әбетте жатпайды енді. Жақсылап тұрып жайылады дейсіз. Құдай қаласа. Қышынуларын да қояды. Нұрғиса деген бауырым рахмет. Кеше өзінің қозыларын түсірген, сол артынан артылған. Бүгін тағы да үстіне 7-8 литр кролин күйіп тоқтып берді. Бұл кролинді бағасы қымбат, литрі 2000 теңгеден. Міне. Ал ағайын, сіздер шаруашылықтарыңыз қалай болып отыр? Дамып жатсыздар ма? Сіздерді кролинге түсіріп бастадыңыздар ма? Комментария жаза кетіңіздер. Бүгін күннен міне осылай. Сіздермен болған Сабыржан бауырларыңыз. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы, Жамбыл ауылдық округі, Жүзімдік ауылынан. Міне, арғазақ бай болсын. Шаруашылықтарыңыз дамысын ағайын. Тек қана алға қазақ елі. Сау саламатта болайық. Сұрақтар болса комментарийға жазыңыздар.
жауап беруге тырысамын.